Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 2 сынып оқушыларына қазақ тілі пәні бойынша 8 сабақты өтетін боламыз. Оқушылар, бүгін біз ойыншығыңды көрсетші деген тақырыппен танысамыз. Мынау не? Ойыншық. Ойыншығым. Менің ойыншығым, сенің ойыншығың, оның ойыншығы, мынау менің ойыншығым. Ойыншықты көрсетші. Жаңа сөздер. Мынау не? Көрсетші. Тыңдалым. Тыңда, қайтала оқы. Бұл Лего ойыншығы. Мәшинеңді көрсетші. Әлібек аға, мынау қандай ойыншық? Тыңдалым оқылым тапсырмасы. Тыңда, қайтала оқы. Менің ойыншығым көп. Мынау Лего ойыны. Мен Лего құрастырамын. Менің достарымның ойыншықтары бар. Әнелде ақ қоян бар, Аннада арыстан бар, Сашада мәшине көп. Дұрыс айт. Мынау не? Көр, ойыншық, арыстан. Бірінші тапсырма айтылым тапсырмасы. Суреттердің орнына қажетті сөздерді қойып айт. Мынау ойыншықтар. Әнелдің қояны бар, Әлібектің ойыншық легосы бар, Сашаның ойыншық көліктері бар. Екінші тапсырма оқылым тапсырмасы. Қажетті әріптерді қойып оқы. Ойыншық, көрсетші, мынау қоян, арыстан достар, балақай күшік, мысық, шатыр құрастырамын. Жазылым тапсырмасы. Үшінші тапсырма. Суреттер бойынша сөйлемдер құра. Әнел мен Саша әткеншекте отыр. Әнелдің ойыншық қояны бар, ал Сашаның ойыншық арыстаны бар. Андрей бауырымен бірге үй құрастырады. Айтылым тапсырмасы. Төртінші тапсырма. Бір-біріңнің ойыншықтарың туралы диалог құраңдар. Сенің ойыншығың бар ма? Иә, бар. Ол қандай ойыншық? Ол арыстан. Ойыншығыңды көрсетші. Міне. Мынау не? Ойыншықты көрсетші. Оқушылар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Менің YouTube каналыма тіркеліп лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыз. Келесі сабақты жіберіп алмаңыз. Сау болыңыз.